Бәріңізге сәлем. Бүгін біздер өте дәмді, жұмсақ, әп-әдемі болып шығатын құймақтың рецептісімен бірге бөлісетін боламын. Қараңыздаршы, өте дәмді, қандай әдемі, жұмсақ, нәзіктей болып шығады. Сондықтан да мен бүгін сіздермен осы рецептпен бөліскім келеді. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Міндетті түрде осы рецептпен дайындаңыздар. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер: жылы сүт, қант, бұл жерде менде тұз, сода және кішкене разрыхлитель, және де 2 жұмыртқа. Ең алдымен бізге сүтімізге 2 жұмыртқамызды қосып, бәрін жақсылап араластырып алу қажет. Егер сіздердің жұмыртқаларыңыз кішкентай болса, онда 3 жұмыртқа қолданғандарыңыз жөн. Менің жұмыртқаларым үлкен, сондықтан да мен 2 жұмыртқаны қолдандым. Бәрін жақсылап араластырып, сүтпен жұмыртқамызды жақсылап миксерлеп араластыруларыңызға болады. Бірақ мен миксерлемедім, қолмен, яғни венчикпен араластырдым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша миксермен немесе блендермен араластырсаңыздар да болады. Достар, қажетті ингредиенттердің бәрін мен описанияға жазып қалдырып кеттім. Сол жерден қарасаңыздар болады. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне мен сүтімізбен жұмыртқамызды араластырып болдым. Араластырып болған кезде осындай сүттің бетінде көпіршіктер пайда болады. Сол көпіршіктер пайда болған кезде қантымызды салып, қантымыз ерігенше бәрін тағы да жақсылап тұрып араластыруымыз қажет. Достар, тағы да айта кетейін, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді қантымыз ерігеннен кейін үстіне сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майды мен көзбен қостым, бірақ сіздерге толықтай описанияға қанша грамм керек екенін жазып қоятын боламын. Міне, енді тағы да жақсылап араластырып алуымыз қажет. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды қосамыз. Себебі ұнымыз ситыдан өткен кезде ол өте воздушный болып, құймағымызды өте воздушный етеді. Міне, кішкене ғана ұн салып, тұзымыз бен содамыз және разрыхлителімізді бірге ситыдан өткізіп жібереміз. Егер сіздің тұздарыңыз менікі сияқты крупный болса, онда осылай ситыдан қалып қояды, сондықтан да оны төңкеріп қосып жіберіңіздер. Міне, жайлап тұрып араластыруымыз қажет. Міндетті түрде жақсылап араластырыңыздар, себебі комочекке қалып қоймау керек, оның түйіршіктеніп қалмауы керек, сондықтан да жақсылап араластырамыз. Міне, араластырып болғаннан кейін жайлап уже қалған ұнымызды біртіндеп бірнеше бөліктерге бөліп қосамыз. Енді құймағымызды пісіретін табаға келетін болса, менің табам антипригарный таба, яғни асты жабысып қалмайтын таба. Егер сіздерде асты жабысып қалатын таба болса, онда міндетті түрде астына осылай сұйық май жағыңыздар. Бірінші, екінші құймағымыз всегда пробный болып шығады. Сондықтан да егер бірінші, екінші құймағымыз жабысып қалып, мүлдем асты алынбай жатырса, онда бұл ештеңе етпейді, себебі үшінші құймағымыздан бастап жақсы болып шығады. Міне, мынау мен екінші құймағым. Бұның асты кішкене жабысып қалғандықтан мен сіздерге көрсетпедім. Міне, менің уже үшінші құймағымнан бастап табама мүлдем жабыспады, бәрі ойдағыдай болды. Міне, қараңыздар, оттың астын жаңа көрген шығарсыздар, среднийдан кішкене аздау шығып тұр. Көріп тұрғандарыңыздай, менің блинымның формасы идеальный домалақ емес, бірақ ол дәміне ешқандай да зиян келтірмейді, сондықтан да ол мүлдем маңызды емес. Егер сіздер блиныларыңыз ровно домалақ болған қаласаңыздар, онда табаның ішіне кольцо қойып, сол кольцоның ішіне пісірсеңіздер болады. Немесе пісіп болғаннан кейін пышақпен кесіп алып тастасаңыздар да болады. Міне қараңыздар, осылай блинымыздың бетінде көпіршіктер пайда болғаннан кейін, оның екінші жағына жайлап уже ауыстыра беруге болады. Ол ортасы пісіп жатыр деген сөзді білдіреді. Жан жағы міне тоже қызарып жатыр, енді жайлап екінші жағына ауыстырамыз.
Міне мен соңғы блинымды пісіріп жатырмын. Және де блиныларды пісіріп болғаннан кейін блиныйдың ортасына начинка салып орап қойсаңыздар болады. Бірақ начинка салмай да орап қойсаңыздар өте дәмді болады. Міне мен начинкада дымда салмай ортасын орап қойдым. Өте дәмді, жұмсақ әрі керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осы рецепті именно сіздерге кеңеске беремін. Бұл видеоны жоғалтып алмау үшін бұл видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.